Астана радиосында жас жалын хабары. Қайырлы күн, тыңдарман. Эфирде жалында жастардың жетістіктері мен жарқын жобаларына арналған жас жалын хабары. Микрофон алдында Гүлназ Аманғали. Бүкіл әлемді жайлаған жұқпалы вирустың біздің де елімізге тарап, төтенше жағдайдың енгізілгеніне бүгінде 1 айдан астам уақыт өтті. Осындай қиын қыстау кезеңде елдің амандығы, халықтың саулығы медицина қызметкерлерінің мойнына жүктелді. Бүгінде елдің бар үміті де осы ақ халатты абзал жандарда. Барлығы дерлік үйге қамалып, елдің амандығын тілеп жатқанда дәрігерлеріміз күн-түн демей қауіпті індетпен арпалысуда. Бастарын бәйгеге тігіп, қатерлі дертпен бетпе-бет келуде. Олар адам өміріне араша түсіп жатқан бүгінгі күннің батырлары. Осындай жауапты кезеңде әлі толыққанды маман бола қоймаса да, елдің қамы үшін медицина қызметкерлерімен қатар болашақ дәрігерлер де атсалысуда. Олар әлі студент бола тұра, дәрігер мамандығының ауыр жүгін арқалап, өз еріктерімен жауапты іске бел буды. Солардың ішінде Астана медицина университетінің студенттері де елордалық емханаларға жұмылдырылды. Университеттің медиа баспасөз орталығының бас маманы Елес Қуанышбекқызының айтуынша, олар вирустық инфекция бойынша эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыруға атсалысты. Астана медицина университетінің 10 студенті Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетіне көмекке барды. 35 білім алушыларымыз, интерндер мен студенттер карантиндік орталықтарда коронавирустық инфекцияның таралуын алдын алу бойынша жұмыстарға өз еріктерімен қатысуға барды. Сонымен қатар 27 наурыз бен 13 сәуір аралығында қоғамдық денсаулық сақтау және менеджмент инфекциялық аурулар кафедраларының оқытушылары денсаулық сақтау министрлігі Нұр-Сұлтан қаласы бойынша тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментіне іс-сапарға жіберілді. Коронавирус індетімен күресуге резиденттеріміз де әрине атсалысуда. 31 мамандық бойынша резиденттер Нұр-Сұлтан қаласы әкімшілігінің көпбейінді медициналық орталығындағы инфекциялық блокқа және басқа да карантиндік орталықтарда практикалық көмек көрсетуде. Олар пациенттермен консультациялық жұмыстар жасайды. Коронавирустық инфекция бойынша қолайсыз елдерден келген еліміздің азаматтарымен және олармен байланыста болған адамдарға қатысты эпидемияға қарсы шараларды ұйымдастыруға көмектесті. Құрметті тыңдарман, хабарымызды әсем әнмен әрлей отырайық. Музыкалық үзілістен соң хабарымызды жалғастыратын боламыз. Арыстандай айбатты, жол барыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар. Жаннан қымбат оларға ар, мен жастарға сенемін. Мен жастарға сенемін. Таусуындай көрілдер, айбынды ала желімдер, алтын арқа жерімдер. Мен жастарға сенемін. Мен жастарға сенемін. Мен сенемін жастарға, алашатын аспанға, шығарар олар бір таңда. Мен жастарға сенемін. Қажу барма тұлпарға, дауы барма сұңқарға, иман күшті оларда. Мен жастарға сенемін. Мен жастарға сенемін. Жайып қанат ұмтылған, көздегені көк аспан. Мен жастарға сенемін. Мен жастарға сенемін. Мен жастарға сенемін. Жұмсақ мәні жібектер, сүттей таза жүректер, қасиетті тілектер. Мен жастарға сенемін. Мен жастарға сенемін. Айбында алаш елімдер, алтын арқа жерімдер. Мен
мен жастарға сенемін, мен жастарға сенемін, мен сенемін жастарға, алашатын аспанға шығарар олар бір таңда. Мен жастарға сенемін, қажу бар ма тұлпарға, талу бар ма сұңқарға, иман күшті оларда. Мен жастарға сенемін, мен жастарға сенемін. Бас қаланың басты радиосында жас жалын хабары. Құрметті тыңдарман, хабарымызды жалғастырамыз. Жас жалын хабарында қауіпті кезеңдегі болашақ дәрігерлер қызметін сөз етіп отырмыз. Елінің қорғаны болуды өзінің борышы санап, коронавируспен күреске өз үлесін қосып жүрген студенттердің бірі Ақбота Маратқызы. Болашақ дәрігердің бүгінгі жұмысы жайлы қашықтықтан сұхбат құрдық. Құлақ түріңіздер. Ақбота, алдымен өзің жайлы айтып берсең, қай курста, медицинаның қай саласында оқисың, осы салаға не үшін қызықтың? Саламатсыздар ма? Менің есімім Турарова Ақбота Маратқызы болады. Астана медицина университетінің 7-ші курс студентімін. Жалпы дәрігер практикасының факультетінде оқимын. Қазіргі дәрігер мамандығын оқып, осы жолды таңдауыма көп септік тигізгені, мен бала бақша кезінен бастап дәрігер болуды армандайтынмын. Және сол жасымда атама уәде бергенім есімде. Жақсы дәрігер боламын деп, және осы біздің отан алдындағы борышымды абыроймен өтеймін деген уәде берген болатын. Әлі дәрігер бола қоймасаң да, ерікті ретінде өз қалауыңмен коронавирус індетімен күреске атсалысып жүрсің. Қанша дегенмен қауіпті жұмыс қой. Мұндай жауапты шешімді қабылдауыңызға не себеп болды? Қазіргі таңда коронавирус індетімен күресте атсалысуым, мен өзім жалпы 1-ші курстан бері әртүрлі еріктілер қауымында жұмыс жасаймын. Көбінесе біздің жұмысқа қарттар үйлеріне көмек көрсету кіреді. Балалар реабилитациялық орталықтарында көмек көрсетеміз. Мұқтаж жандар мен жағдайлары төмен отбасыларына көмегімізді аямауға тырысамыз. Сол себепті Қазақстанға осы ауыр індет келмей тұрып, мен өзім шешім қабылдадым. Әрине келмей қойса екен деген ой болды, бірақ та пандемия болғаннан кейін мен өзімді моральды түрде дайындадым осыған. Бұған дейін де игі істермен айналысып, ерікті болып жүр екенсің. Дегенмен де осындай қатерлі вируспен күнделікті бетпе-бет келіп жұмыс істеу кезінде қорқыныш сезімі болған шығар. Осы індет келгенде мен жалпы қорықпай ерікті ретінде барған себебім, естеріңізде болса, біздің университеттен 10 студент өз еріктерімен бастарын қатерге тігіп аэропортқа жұмысқа тұрған болатын. Және 400 резидентте біздің университеттің клиникалық орталықтарында жаппай өздерінің көмектерін аямай жұмыс жасауда. Сосын мен жеке өзім танитын 32-ден немесе 35-тен жоғары біздің университеттің студенттері мен интерндері уақытша карантиндік стационар ашылғаннан бері сол жерде ерікті болып жұмыс істеген болатынбыз. Ол Рамада Плаза отелі болады. Сол отельде шетелден қайтып келген өзіміздің отандастарымызды күтіп алып, олардың жағдайларын бақылаған болатынбыз. Түсінікті, ал енді қазір қайда жұмыс істеп жатырсың? Нақты қандай қызмет атқарасың? Осы жаңа айтып кеткен уақытша карантиндік стационарда, Рамада Плазада біздің жұмыс 13 наурыздан басталған болатын. Осы айдың 13 немесе 14-не дейін жалғасып келді. 17-сінен бастап бізді жұмысқа шақырды жаңадан ашылған госпитальге. Сол себепті өзімді тағы да моральды дайындаудамын. Біз осы Рамадада нақты дәрігер қызметін атқарған болатынбыз. Ол жерге науқастардың жағдайын бақылау, олардың тамақтарын қамтамасыз ету, термометрия және шағымдарын мен олардың қалауларын адекватты түрде қарастырып, олармен психиатрдың рөлін атқару біздің жұмысқа кіретін болды. Ақбота, ал жұмысыңның ақысы төлене ме?
ақысы әрине төленеді. Мен дәрігер болып жұмыс істегендіктен орташа есеппен алған кездегі дәрігер айлығын алатын болдым. Және біздің елбасымыздың осы дәрігерлерге деген рахмет түріндегі қаражаты да бөлінуде. Оған үлкен алғысым шексіз. Себебі қазір мен отбасымда ешкім жұмыс істемейді. Және біз көп балалы отбасы болып табыламыз. Сол себептен көп көмегін тигізуде маған да, отбасыма да. Және мендей жандар өте көп. Біздің университеттің студенттерінің ортасында. Сол себепті айлықтан шағым жоқ. Сөз соңында халыққа айтар қандай тілегің бар? Халыққа өзім айтарым, өздерінің де қадағаласын, өздерінің жақындарын да қадағаласын. Себебі мен жұмыстан қайтқан кезде далада көп адамды маскасыз көрдім, перчаткасыз көрдім. Осының бәрі ертең өз септігін тигізуде. Осы Қазақстандағы тоқтамай індетті жұқтырғандардың саны өсуі осыған байланысты болып табылады. Және өздерінің қарт жандарын ойласын, жақындарын. Себебі олар ең осы рискті тұрған адамдар болып табылады. Кішкентай балаларды ойласын. Далада көп адам бір-бірімен футбол ойнауда, бір-бірімен осындай үлкен топ болып сөйлесіп тұру, соның бәрі дұрыс емес. Себебі дистанция деген болу керек адамдардың ортасында. Егер де оны сақтамасақ, әрине бізге халықтан қандай көмек болуы мүмкін? Тек қана ауыршылға келеді. Және осы қауіпсіздік шараларын сақтанбаса, ертең бұл індетті жеңу созылып кетуі мүмкін және ауыр түсуі мүмкін. Сол себепті бір-бірімізді қадағалап, құрметтеп және бір-біріміздің жағдайымызды ойлайық. Я, расыменде құрметті тыңдарман, дәрігерлердің еңбегін бағалап, сыйластық танытайық. Көзге көрінбейтін жұқпалы індеттен көрінбеу арқылы ғана құтыламыз. Сондықтан сақтанайық, үйде қалайық. Бұл ең алдымен өз өмірің үшін маңызды. Аллах бота сұхбат бергенің үшін және халықтың амандығын ойлап тәуекел еткенің үшін үлкен алғыс білдіреміз. Еңбегін жемісті болсын. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Абай Құнанбаев. Елбасына күн туған кезеңде әсіресе ер азаматтарымыздың арқалар жүгі ауыр. Астана медицина университетінің студенті Алмат Мұратұлы қиын кезеңде еліне қызмет ету азаматтық борышы деп біледі. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен Тілеубаев Алмат Мұратұлы. Астана медицина университетінің түлегімін. Болашақ дәрігерімін. Елбасына күн туғанда ер азаматқа үйде қол қусырып қарап отыруы жарамас. Еліме, халқыма деген сүйіспеншілікпен туындаған ой. Мақсатым айқын, бағытым дұрыс деп, бұл іске білек сыбана кірістім. Рамада Плаза ғимаратында ұйымдастырылған коронавирус жұқпасымен байланыста болған азаматтар арасында дәрігер интерн қызметін атқардым. Қазіргі таңда Астана қаласынан жаңадан ашылып жатырған инфекциялық ауруханасында коронавирус жұқпасы анықталған науқастармен тікелей байланыста жұмыс істейтін боламын. Сөзімнің аяғында жұмыла көтерген жүк жеңілдегендей, осындай ауыр сәтте халқымыздың амандығы үшін әр қазақ өз үлесін қосса, бұл инфекциялық ауруды да жеңіп шығатымыз сөзсіз. Әрине, бұл қиындық та уақытша. Оны еңсеру үшін сіз бен біздің сабырлығымыз қажет. Қатерлі дертпен күні-түні күресіп жатқан ақ халатты абзал жандарға алғыс айтамыз. Хабарды дайындап жүргізген Гүлназ Аманғали. Амандықта болайық.